керемет жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Сүйінші тамаша жеңіске жеттік. Бұл мына тендерге мемлекеттік сатып алуға байланысты болған. Бізге жүгінген адам жалпы семейде болған оқиғалар бұл. Іс өте күрделі жүрді, соттың шешімі шығып кеткен, оның күшін жою керек болды. Күші жойылды, одан кейін өзге өңірде қаралды. Бүгін нәтижесінде тамаша сот шешімі қабылданып тұр. Ол жерде барлығын айтып түсіндірдік. Мемлекеттік сатып алу туралы заңның талаптары, одан кейін нормативтік қаулы бар жоғары соттың. Одан бөлек азаматтық процессуалдық кодекстің өзінің талаптары бар, әділеттілік пен парасаттылық, азаматтық кодекстің талаптары бар. Осының бәрін негізге ала отырып, жаңағы бұрын соттың шешімі шығып кеткен іс бойынша соттың шешімі күші жойылып қайта қаралып, нәтижесінде бүгін тамаша шешім қабылданып тұр. Яғни енді біздің бір бауырымыздың үлкен компаниясы, оның ішінде қанша адамдар жұмыс істейді, жосыз қатысушылардың тізіміне енбейтін болды. Судьяға да Алла разы болсын, істі әділеттілік парасаттылық өлшемшарттарымен қарап, әділ шешкен үшін риза болып тұрмыз. Тендер бойынша осындай жеңіске жетіп жатырмыз.